Қайырлы күн достар! Бүгін сіздермен жүкті кезде оқылатын аяттар мен сүрелерді таныстыратын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Жүктілік кезінде сәбидің дені сау және игі перзент болуы үшін Құранды көп оқып, көп дұға жасауы керек. Баласының жақсы ұрпақ болуы үшін анасы біріншіден Ағраф сүресінің 189 аятын әр парыз намазынан кейін оқыса, дүниеге келетін баланың физикалық бітімі дұрыс болады. Екінші, егер жүкті әйел хижри айлардың алғашқы күндерінде А'ла сүресін жазып алып, өзімен бірге алып жүрсе, баласы ақылды және мықты болады. Үшінші, жүктілік кезінде күн сайын Құран оқылса, жүктілік кезінде 9 хатым аяқталады. Төртінші, дүниеге келетін баланың мінез құлқы пайғамбарға ұқсауы үшін күніне 1 рет Әнбия сүресін оқу керек. Үнемі оқи алмаса, босанғанға дейін кем дегенде 70 рет оқуға тырысу керек. Және бұл санға алғашқы 4 айда жетіп оқыған абзал. Бесінші, дүниеге келетін баланың тілі Әзірет Лұқман, жүзі Юсуф сияқты болуы үшін күнде бұл сүрелерді 1 мәртеден оқыған жақсы. Мүмкіндігі жоқ адам оқи алғанынша тақ етіп оқиды. Алтыншы, баланың қайырлы болуы үшін күнде Ясин сүресін оқыған жөн. Жетінші, көркем мінезді болуы үшін 70 рет Инсан сүресін оқыған жөн. Сегізінші, Әли Имран сүресінің 35 аяттағы Раббынан бастап 35 аяттың аяғына дейін 9 ай бойы оқылады. 9. Баланың сабырлы болуы үшін қолды іштің үстіне қойып, Аср сүресін оқу керек. 10. Егер Ибрахим сүресі көп оқылса, баланың мінезі жұмсақ болады. 11. Мәриям сүресін күніне 1 рет оқыған дұрыс. 12. Баланы шайтанның зиянынан қорғау үшін Әли Имран сүресі оқылады. 13. Баланың барлық ағзаларының толық болу үшін күнде 2 рәкат намаз оқуға болады. 14. 70 мың калима тәухид, Ла илаха иллаллах Мұхаммадин Расулуллах сөздері оқылады. 15. Баланың діндар, Алланың жолында күресуші болуы үшін Қаф сүресін оқу керек. 16. Егер Субханаллахи ва бихамдихи дұғасын 70 мың рет оқыса, бала әділ болады. Оны алғашқы 4 айда оқыған абзал. 17. Қорқынышты жерде және дұшпан қарсысында сенімді және жын шайтаннан аман болу үшін Құрайш сүресін оқу керек. Тәжірибе жасап көрілген, күндіз түні кем дегенде 11 рет оқу керек. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Аллаға аманатсыздар.